Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналымның көрермендері, бүгін мен сіздермен өзімнің бешбармақтың қамырын илеу және жаю әдісімен бөлісетін боламын. Мұны видеода көріп тұрғандарыңызда ешқандай да қамыр езілмей біркелкі болып түсті. Бұл видео және де жаңадан түскен қыз-келіншектерге өте пайдалы видео болып табылады. Сондықтан мен видеомды соңына дейін қарап каналға жазылуды ұмытпаймыз. Мұнда керек заттардың барлығын көрсеттім, барлығын міндетті түрде описаниеге жазып өтетін боламын. Ең алдымен шұңғыр ыдысымызға ұнды салып, үстіне бір тал жұмыртқамызды ары қарай кішкенеден суды құя отырып, қамырымыздың басын біріктіріп алатын боламыз. Суды бірден құйып тастамаңыздар. Мұны дәл видеодағыдай кішкенеден ғана құя отырып, қамырдың басын біріктіреміз. Мұны менде қамырдың басы бірікті, ары қарай маған суым керек емес. Сондықтан ол қамырдың басының бірігуіне байланысты. Бұл жерде суды бірден құйып тастамаңыздар ұнға. Егер бірден құйып тастайтын болсаңыздар, ол кезде сіздерде өте жұмсақ қамыр болып шығады. Сондықтан бешбармақтарыңыздың да қамыры езіліп кетеді. Сондықтан міндетті түрде дәл видеодағыдай әдіспен қамырды илеп алыңыздар. Мұны менде қатты қамыр иленді. Енді осыны салафанға салып 5-6 минут көлеміне демалуға қойып қоямын. Мұны 5-6 минуттан кейін қамырды алып, тағы да қамырды ішке қарай баса отырып, жақсылап илеп алатын боламын. Мұны қамырым әлдеқайда жақсырақ болып қалды. Тағы да салафанға салып 5-6 минутқа тындырып қоятын боламыз осылай. Мұны тағы да қамырымызды алып, тағы да осылай дәл видеодағыдай әдіспен қамырымызды илей отыра, мұны қайтадан салафанымызға салып 5-6 минутқа қойып қоямыз. Егер сіздерде уақыттарыңыз бар болса, ол кезде 7-8 минутқа қойып қойыңыздар қамырларыңызды. Сол кезде ол ие қанып, жақсы жайылатын болады. Мұны енді үстеліміздің бетіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды қолымыздың көмегімен жұқартып алатын боламыз. Мұны қамырдың шетін басып отырып, дәл видеодағыдай жұқартамыз. Міндетті түрде қамырды жаңағы бастапқы уақыттағыдай суымызды кішкенеден ғана құя отырып, илеп алатын боламыз қатты қамыр. Мұны ары қарай жұқартып алғаннан кейін енді керегінше ұнымызды себе отырып, оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Мұны оқтаумен қамыр жайғанда қамырдың шетінен баса отырып жаямыз. Ешқандай да қамырға қатты салмақ салмаймыз. Сол кезде қамырларыңыз жыртылмайды, және де біркелкі болып жайылатын болады. Мұны менде қамыр домалақ және де біркелкі болып жайылып жатыр. Егер сіздер жаңадан қамыр жайып илеп үйреніп жүрсеңіздер, ол кезде осы қамырды екіге бөліп жаятын боласыздар. Мұны дәл видеодағыдай қамырдың шетін ғана баса отырып, осындай домалақ қамыр жаямыз. Мұны қамырларыңызды ұстап көресіздер. Егер де қалыңдау болдау десеңіздер, ол кезде тағы да кішкене жаясыздар. Мұны менде қатты жұқа емес, қалың емес, маған керекті орташа қамыр жайып алдым. Қатты жұқа қылып жібермеңіздер, ол кезде қамырларыңыз езіліп кетеді. Мұны менде қамырым дайын болды. Енді пышақтың көмегімен өзімізге керекті формада кесіп алатын боламыз. Мұнда менде қамыр суға иленді, суға және жұмыртқаға. Яғни суға тұзымызды керегінше салып аламыз. Барлығын описаниеге жазып өтемін. Қамырды тағы да сорпаға да илесе болады. Бірақ та мен сорпаға илемеймін. Осы өзімнің әдісімен тұз қосылған суға илеймін. Мұны менде ешқандай да қамыр жыртылған жоқ. Өте біркелкі болып жақсы жайылып шықты. Енді осындай қайнап тұрған, міндетті түрде қайнап тұрған сорпамызға қамырды осылай бір талдап салатын боламыз. Егер де сорпаларыңыз қайнамай жатса, немесе орташа қайнап жатса, ол кезде
Қамырларыңыз салмаңыздар, міндетті түрде сорпаның қатты қайнап тұрғанын күтіңіздер. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз тез және жақсы болып пісіп шығады. Мұны дәл видеодағыдай қамырды салғаннан кейін қамырды сорпаға батырып жіберетін боламыз. Мұны қамырымызды осылай біртіндеп саламыз. Егерде жаңадан түскен қыз-келіншектер осылай бешбармақтың қамырын жасауды әлі білмей жүрсе, міндетті түрде видео барысындағы айтылған кеңестерге құлақ асыңыздар, сонда сіздерде де өте керемет қамыр шығады. Мұны қамырды салғаннан кейін қазанымыздың бетін жауып қоямыз. Дәл видеодағыдай қамырымыз бір бұрқ етіп қайнау керек. Содан кейін 3 минут көлемінде қайнатып аламыз қамырды. Одан кейін бір қамырды алып кішкене шетін жеп көреміз, піспегендігін тексеріп. Мұны негізі 3-4 минуттың көлемінде қамырымыз дайын болады бізде. Ары қарай табағымызға жасап алған тұздығымызды құйып, осылай қамырды кепсердің көмегімен сүзіп аламыз. Мұны көріп тұрғандарыңыздай менде қамыр ешқандай да езілген жоқ. Бәрі бір келкі болып түсіп жатыр. Сондықтан міндетті түрде дәл мен сияқты илеп жаюларыңызды сұраймын. Сонда сіздерде де осындай езілмеген қамыр шығады. Ары қарай қалған тұздығымызды қамырдың бетіне құйып, осылай қамырымыздың барлығын дайындап аламыз. Міндетті түрде тұздық құйыңыздар, сонда бешбармақтарыңыз өте дәмді болады. Дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.